Баршаңызға қайырлы күн, менің сүйікті көрермендерім. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен Гүлнұр бауырдан жасалған торттың рецептісімен бөлісетін боламын. Ағзамызға өте пайдалы әрі тойымды, дастарханымызға тіске басар ретінде ұсынсақ та болады. Арнамнан алыстамай, видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Бізге ең алдымен бауыр, ұн, сұйық май, 2 жұмыртқа, сүт, пияз, чеснок, тұз және де қарабұрыш қажет болады. Дәл видеода көріп отырғандарыңыздай, алдын ала жуып тазалап алған бауырымызды осылай бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Барлығын осылай турап алғаннан кейін блендеріміздің ыдысына салып, келесі кезекте пиязымызды да дәл осы ретпен оны да майдалап турап аламыз. Және де чесногымызды да турап аламыз да бауырымыздың үстіне салып, барлығын осылай сұйық масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте сұйық массамызды ыдысымызға құйып, оның үстіне 2 жұмыртқамызды және де алдын ала дайындап алған сүтімізді, сұйық майымызды осылай қосып, жақсылап венчигіміздің көмегімен араластырып аламыз. Дәл осы сұйық массамыздың үстіне алдын ала електен өткізіп алған ұнымызды 2 бөліп салып, және де дәміне қарай тұз және де қалауыңызша бұрыш қоссаңыздар болады. Ендігі кезекте алдын ала қызып тұрған табамызда 2 беті қызарғанша жақсылап пісіріп аламыз. Арасына салатын салма үшін бізге алдын ала үккіштен өткізілген сәбіз және де пияз қажет болады. Пиязымызды дәл видеода көріп отырғандарыңыздай осылай майдалап турап аламыз. Және оны да алдын ала қызып тұрған табамызға майымызды құйып, сонымен қатар пиязымызды осылай салып, пиязымыз қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Қуырылып алған пиязымыздың үстіне сәбізімізді де салып, сәл шамалы дәміне қарай тұзымызды да салып, отымыздың астын баяулатып, қақпағын жауып, 15-20 минутқа қалдырамыз. Дәл осы ретпен бізге арасына жағатын начинкасына осылай майонез, алдын ала үккіштен өткізілген чеснок және де укроп қажет болады. Укропымызды майдалап турап, майонезіміздің үстіне салып, оның үстіне үккіштен өткізілген чесногымызды да салып, үшеуін жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезекте тортымызды құрастыруға кірісеміз. Ол үшін ыдысымызға бауырымызды осылай қойып, оның үстіне майонезді соусымызды жағып, дәл осының үстіне сәбізден дайындап алған салмасын қойып шығамыз. Менде дәл осы рецептпен 14 дана шықты. 14 дананы бірден құрастырсаңыздар да болады, немесе 2 бөліп құрастырсаңыздар да болады. Рецептің толық құрамын описание бөлімінде қалдыратын боламын. Сол жерге кіріп, қарап, сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Неғұрлым арасына салатын салмасын молырақ салсақ, біздің бауыр тортының дәмі өте керемет болып шығады. Міне, біздің бауыр тортымыз дайын. Дәл осы рецептпен сіздер де жасап көруге кеңес беремін. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Гүлнұр, ал бізге ас болсын.